Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қала тарихының бір үзігі саналатын Қызылқозы деген атауды естіген боларсыз. Бұл Арқалық қаласы орналасқан жердің байырғы атауы. Қаламыз бұл тарихи атаумен 1951 жылға дейін аталып келген еді. Халық арасында Қызылқозы атауының қалыптасуына өңірде қызғылт түсті топырақ пен қыратты жер бедерінің болуы негіз болса керек. Ал бұл қызғылт топырақты жердің мәнісін анықтау мақсатында 1939-1940 жылдары әйгілі академик, геолог Қаныш Имантайұлы Сәтбаев та келеді. Ғалым Қызылқозы аумағындағы табиғи байлықтарды зерттеу нәтижесінде бұл өңірде алюминий шығатынын анықтап, карта бетіне түсіреді. Міне осылайша Қызылқозы аймағында Ұлы Отан соғысынан кейінгі жылдары Торғай геологиялық экспедициясы құрылып, 1948 жылы кен орнының мол қоры өнеркәсіптік түрде игеруге жарамды екені дәлелденген еді. Геологиялық барлау экспедициясының қажырлы еңбегінің арқасында 1961 жылдың наурыз айының 30 жұлдызында Арқалық қаласының жандануына негіз болған. Арқалық төсінде тарихи оқиға орын алған еді. Ол Торғай даласы қойнауынан алғашқы боксит кесіндісін батыр кенші Михаил Демченконың көтеруі еді. Алдарыңызда көріп тұрған еңбек ері Михаил Демченконың өңіріміздегі боксит кенін қазған экскаватор шөмішімен сол кеннен 1961 жылы алғаш рет қазылып алынған боксит түйірі. Бұл тарихи жәдігер ретінде бүгінгі таңда қаламыздағы дала өлкесі тарихы мұражайының жанына орналастырылған. Экскаватор машинисі болып ұзақ жыл жұмыс атқарған Михаил Демченко 1927 жылы Қарағанды облысы, бұрынғы Ворошилов ауданы Будени атындағы кеңшарда дүниеге келген. Еңбек жолын 1943 жылы Қарағанды облысындағы Қоңырат кеніші машинисінің көмекшісі, кейін экскаватор машинисі болып бастаған ол. 1960 жылы Торғай боксит кен басқармасының шақыруымен Арқалыққа келіп, Торғай боксит басқармасының солтүстік кеніші экскаваторының машинисі болып орналасады. 1961 жылдың 30 наурызында Торғай даласы қойнауынан тұңғыш боксит кесіндісін көтеру Михаил Демченконың үлесіне бұйырған еді. Ал 1963 жылы аталмыш кеніш Павлодар алюминий зауытының эксперименттік цехына алғашқы кенін береді. Михаил Демченко 1970 жылдың өндірістік тапсырмасын 10 айда 118,5%-ға асыра орындайды. Ал 8-5 жылдықта 1750 сомға электр қуатын үнемдеп, жалпы эконом тиімділігі 11.000 сомға жеткен бірнеше рационализаторлық ұсынысымен жүзеге асырады. Осы уақытқа дейін облыстық кеңестің депутаты ерен еңбегі үшін Қазақ КСР жоғарғы кеңесі президиумының құрмет грамотасымен бірнеше медальдармен марапатталған еңбек ері. 1976 жылы 5 жылдықтың тапсырмаларын орындаудағы үздік жетістіктері үшін Қазақ КСР-ның алтын құрмет кітабына енгізіліп, Қазақстан Компартиясы Торғай облыстық комитетінің мүшесі, халық депутаттары Арқалық кеңесінің депутаты болып сайланады. Ер есімі ел есінде дегендей, еңбек жолымен саналы ғұмырын арқа төсінде орналасқан Ару қалаға арнаған еңбек ардагерінің есімі ел жадында қалуы, ұрпаққа үлгі болары хақ. 2004 жылғы 22 ақпанда Арқалық қалалық мәслихаты бұрынғы Мир көшесін еңбек ерінің есімімен өзгерту туралы ұйғарымға келеді. Бүгінгі еңбек еріне көрсетілген құрмет ретінде қала көшелерінің бірі Михаил Демченко көшесі деп аталады.